Ассаламу алейкум, кадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан ересектер арасындағы 17-ші Қазақстан Республикасының чемпионаты. Алматы қаласында жалауын желбіреткен бұл чемпионатта бүгін ең мықты екі команданың арасында бәсекені тамашалаймыз. Өздеріңізде түсінген шығарсыздар, сіздердің алдарыңызда Нұрдәулет Момынов, Әулиеата көкпар командасының капитаны. Сонымен Әулиеатаның сапымен таныстырайықшы әуелі. Бірінші нөмірде Нұрдәулет Момынов, екінші нөмірде Атамекен Рүстемов, үшінші нөмірде Манарбек Дүйсенбиев, төртте Ғалымжан Ақылов, бесте Жұлдызхан Тайырбеков, алтыда Құлажан Тоғайбаев, жетіде Әбуғали Әбжаппаров, сегізде Елдос Асыл, тоғызда Ерлан Жұмасаев, онда Ешжан Құрманбай, 11-де Бағлан Шырымбаев, 12-де Құрманбек Тұрғанбек. Ал енді олардың қарсыласы еліміздегі ең айтулы командалардың тағы біреуі Атыраудың Нарына қадірі телегөрмен. Сонымен Атыраудың Нарын көкпар командасы мына тізімде өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Ерал Тойчиев, 2-де Рауан Жарменов, 3-те Төлеген Күмпейіс, 4-те Алтынбек Ибрагимов, 5-те Ағабек Бердіқұлов, 6-да Нұрболат Бөлеген, 7-де Серік Қарагөзиев, 8-де Болысбек Мейірбек, 9-да Әділхан Уайдашев, 10-да Алмат Жүнісов, 11-де Жасұлан Айтбай және 12-де Мейіржан Жәрменов. Ортадағы төреші міне сіздердің назарларыңызда Бақытжан Төлеген, ұлттық дәрежедегі төреші, ал оның әріптестері Ырыскелді Байтасов және Жұмабеков, сондай-ақ Сыздықов. Міне осы азаматтар бүгінгі Жамбыл облысының Әулиеата көкпар командасы мен Атырау облысының Нарын көкпар командасының арасындағы тартысты бәсекеде әділ төрелігін жасайтын болады. Әрине ортада шығар Бақытжан Төлегеннің екені, ал қапталдағы төрешілермен де таныстырып өттік. Қалғандар, яғни Қызыл Жалау мен Серкенің ойын алаңынан шыққан-шықпағанын қарап жүреді. Сонымен қадірлі телегөрермен, Әулиеата көкпар командасының жалпы ойыншыларының көбісі ұлттық құраманың сапында өнер көрсетеді. Атап айтқанда Атамекен Рүстемов, екінші нөмірдегі ұлттық құрамада да дәл осы екінші нөмірде өнер көрсетеді. Манарбек Дүйсенбиев үшінші нөмірдегі, сондай-ақ Бағлан Шырымбаев бар, Құлажан Тоғайбаев бар. Міне осы жігіттер Қазақстанның ұлттық құрамасында өнер көрсетеді. Ал бұл Әулиеата көкпар командасын жаттықтыратын Мұхаммедәлі Құралов. Ал команданың жетекшісі Үмбет Күшікбаев. Үмбет Күшікбаев осы Әулиеатаның Әулиеата болуына бірден бір себепкер болған азаматтардың бірі, аяқтан тұруына көмектескен азаматтардың бірі, намысты қайрап осы Әулиеата Жамбылдың атын шығарсын деп топқа қосқан кезінде. Міне қазір таңда осы команданың жетекшісі қызметін атқарады. Ал Атыраудың команда жетекшісі Руслан Төлеген, өте жас жігіттердің бірі, ұлттық спорттың айналасында жүрген. Ал команданы жаттықтыратын Төлеген Күмпейісов. Төлеген Күмпейісовтің өзі де осы үшінші нөмірде команда сапында өнер көрсетіп жүр. Атыраудың нарында. Міне қазір Бағлан Шырымбаевтың тура түбінде Серке. Бағлан Шырымбаев Серкені көтеруге мүмкіндік бар еді, бірақ Ерал Тойчиев аттан құлап қалды. Бағлан Шырымбаевтың тақымында Серке, Бағланның астындағы бұл Қазанбас дейтін сәйгүлік болуға тиісті. Бағлан Шырымбаев жеке дара шауып келе жатыр. Бұл салым болуға тиісті, ардақты ағайын, және салым. Өте тамаша. Алғашқы минут, алғашқы шабуыл, алғашқы қозғалыс жамбылдықтарға бір салым алып берді. Бағлан Шырымбаев 1982 жылы оңтүстік Қазақстан облысында туған, астындағы тұлпар Қазанбас. Міне ойынның алғашқы секундтарында ойын бастала салып, есепті ашып отыр қадірлі телегөрермен. Өте тамаша жетістік. Енді Бағлан ұлттық құраманың сапында өнер көрсетіп жүрген жігіт. Бойы ұзын, еңселі, тақымгеш, екі жағына бірді еңкей береді. Аттаңдап еш шабатын балуан. Сондықтан Бағлан Шырымбаевтың алғашқы болып есеп ашуы заңдылық. Құрманбек Тұрғанбек жүрген секілді. Ерал Тойчиев еңкеюде секілді.
Атырау облысының Нарын Көкпар командасының жігіттері де сайдың тасында іріктеліп алынған. Баршасы да Атыраудың жігіттері деп айта алмаймыз. Бірен-саран бар өңірдің жігіттері, дегенмен көбісі осы оңтүстік Қазақстан облысынан, Жамбылдан, Қызылордадан жасақталған. Бұл жігіттердің жалпы қарқыны өте мықты. Құлагердің сапында өнер көрсеткен кезінде Әулет аға бірен-саран шапқан жігіттер бар. Сондықтан ең мықты азаматтар осы Атыраудың құрамасының сапында жүр. Әбуғали Әбжаппаров шыққан екен. Серік Қарагөзиев болуға тиісті оның қарсыласы. Жоқ, Болысбек Мейірбек. Әбуғалидің астындағы атақты лазер қадірлі телекөрермен. Қараңыздар. Қарсыласына бере қоймайды. Міне текетірес. Серкеге қарсыласының атын жақындатпай жүр. Елдің аузында қалатыны сөзсіз. Дәл осындай тұлпарлардың. Әбуғали Әбжаппаров Серкен жерден көтеріп кетті. Енді Әбуғали Әбжаппаровты керемет жылдан палуан деп айтуға қиындау, дегенмен де осы лазер бұл палуанның бағын ашты десек шатаспайтын шығармыз. Әйтпесе лазердің үстіне отырмай тұрып Әбуғали Әбжаппаровты көп адам танымайтын. Өзі Әбуғали Жұлдызхан Тайырбековтың ауылдасы, екеуі көрші тұрады. Бір ауылдан шыққан көкпаршылар міне қазіргі таңда бір команданың сапында өнер көрсетіп жүр. Серке әлде болса Әулеталық жігіттердің тақымында. Нұрдәулет Момыновтың өзі кіріскен екен міне. Ракета дейтін. Жасы егделік қалса да әлі күнге шейін көкпарда шауып жүрген аттардың бірі Нұрдәулет Момынов. Өте тамаша. Әдемі сал. Міне, команданың капитаны осылай сүре керек командасын. Жамбыл облысының Қаратау дейтін шағын ғана ауылында Қырғыз-Қазақтың шекарасында туған палуан Нұрдәулет Момынов. Көкпардан 9 дүркін Қазақстан Республикасының чемпионы. Ойынның 5-ші минутында тамаша бір салымға қол жеткізді. Қай кезде Серкені тастау керек? Қолдан қалай шығару керек? Шиіріп тастау керек пе? Әлде созып қалдырып кету керек пе? Баршасын жетік меңгерген шабандоз Нұрдәулет Момынов. Әрі шабандоз, әрі команданың капитаны, әрі осы клубтың директоры Әулет ата көкпар клубының. Ұлттық құраманың сапында қаншама жыл капитандық қызметті атқарды. Сондықтан дау жоқ. Бүгінгі өсіп келе жатқан ұрпаққа үлгі болатын жігіттердің қатарында. Бағлан Шырымбаев Қазанбаспен қайта басып алған екен. Серкенің тақымына Бағлан Шырымбаевтың алдын бөгеуге міне жирен қасқанында келгенін көрдіңіздер. Әй, шіркін ашылып қалды. Бағлан Шырымбаев Әулет ата сапына кезекті салымды алып келді. 1982 жылы оңтүстік Қазақстан облысында туған палуан Бағлан Шырымбаев бірнеше жылдан бері осы Әулет ата көкпар клубының сапында өнер көрсетеді. Астындағы тұлпар Қазанбас. Бұл Қазанбас Әулет атаның ең бір атақты аттарының бірі. Шашасына шаң жұқпайды дейді ғой. Сондай сәйгүлік. Құрманбек Тұрғанбек міне Серкен жерден көтеріп алған, бірақ жоқ, Есжан Құрманбай. Кешіріңіздер, Есжан Құрманбай Серкен жерден көтеріп алған, бірақ ойын алаңның сыртына шықпайды. Әбуғали лазер тізгіндеп қайта шыққан екен. Мейірбек Болысбектің астындағы қараңыздаршы күрең қасқаның қалай тұратын.
әлде тор ма екен, тор қасқа екен арағай. Әттеген. Осы жерде шіркін Абуғали Абжаппаров Серкені жерден көтеріп алса, тақымға лезде басып кетсе болғаны ғой. Әйтпесе Әулетаның сапында ондай кезде Серкені сәл қолының ұшын тигізіп қалса жұлып кететін осы Жұлдызхан сияқты палуандар көп. Жұлдызхан қазір Ералмен тартысып жатыр ғой деймін шамасы. Жұлдызхан Тайырбеков пен Жұлдызхан Тойчиевтің арасындағы тартыс. Жұлдызхан жібере сапты Серкені. Ойын алаңның сыртына шығатынын білгендей ақ. Қанша дегенмен әккі палуан ғой. 20 жыл көкпар шауып жүр қазір таңда. Бұл жігіттердің баршасында Гиннестің рекордтар кітабына енгізсе де артық емес шығар. Өйткені жастайынан 15 жасынан бастап көкпар тартып жүр. Бүгінде 40-қа таяды. Тіпті 20 жылдан да асып кетті. Болысбек Мейірбек пен Абуғали Абжаппаровтың арасындағы кезек жекпе-жек. Екі жекпе-жекте де мұның алдында Абуғали Абжаппаров жеңіске жеткен болатын. Міне аттың алқымынан асырып барып Серкені өз тақымына басып алуға Абуғали Абжаппаров тырысқан, бірақ осымен екінші рет Серкені жерге түсіріп алды. Өзінің командаластарына қиындық тудырып жатыр қазір. Манарбек Дүйсенбиев міне ортада жүр. Жұлдызхан Тайырбеков, көкпардың қара сақалдары. Бағлан Шырынбаев міне жастардың қатарының алды қазіргі таңда Бағлан Шырынбаев. Енді Манарбек Дүйсенбиевке, Жұлдызхан Тайырбековке, Нұрдәулет Мамыновқа қарағанда жастау Бағлан Шырынбаев десек те, Есжан Құрманбай, Құрманбек Тұрғанбек, Елдос Асыл деген сияқты Әулетаның сапында жүрген жігіттердің қасында енді үлкен аға буын болып қалды. Сонда да сондай жастарға үлкен өнеге болып көкпар тартысып жүрген жайы бар. Болысбек Мейірбек пен Құрманбек Тұрғанбек міне. Құрманбек Тұрғанбек жаңа ғана тілге тиек етіп едік. Қырғыз қара дейтін Сәйгүлікпен жекпе-жекке шыққан екен, бірақ Құрманбек бұл жекпе-жектен жеңіп шыға алған жоқ. Көрдіңіздер ме, Атыраудың жігіттері қалай Серкені бір-біріне тастап кетеді. Ералының тақымына түсті Серке. Ералда атына затсай батыр жігіт қой, тақымына Серке түссе көрінгенге бере қоймайды, итпен құсқа жем қылмайды. Қалың доданың арасымен қаптаған әулеталықтардың арасынан шауып өтуге тырысып бағуда. Ерлан Жұмасаев келіпті қазір. Ерлан Жұмасаев Серкені қолына ұстаса тартып алмай қоймайды дейтін аңыз әңгімелер көп тарап кеткен елдің арасында. Қолы күректей, жауырыны қақпақтай палуандардың бірі. Міне қазір Ералының тақымдағы Серкеге бірнеше палуан жармасқан. Ақыры жерге түсірді. Егер 1 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмесе, онда ортада жекпе-жек болады. Құрманбек Тұрғанбек қырғыз қарамен Серкені көтеріп кетті. Құрманбек Тұрғанбекке аттың тізгініне сәл-пәл ие болып жүру керек. Өйткені ойын алаңның сыртына көп шығып кетіп жатыр қазір. Серкен жерден көтерген кезде атты кер бұрып қалып жіберсе, онда кеңдік бар. Болысбек Мейірбек шаршамайды екен. Астындағы тор қасқасы да шаршамайды, өзі де шаршамайды. Бүкіл жекпе-жекті жалғыз өзі атқарып жүр. Құрманбек Тұрғанбек Серкен. Абуғали Абжаппаров, кешіріңіздер, Серкен жерден көтерген. Болысбек Мейірбектің тақымына ойысып бара жатқан сияқты ма қалай? Міне, бір сирағын жұлып алды, қалғаны бір ақ сирақ Абуғалидың қолында қалған. Тақымына да түсіп тұр. Мейірбек Болысбек, қараңыздаршы, аттың үстінде кәдімгі жерде жүрген сияқты қимылдайды. Осындай епті жігіттерді көріп пе едіңіздер? Ай, Мейірбек Болысбек бұл жола айырылып қалатын сияқты.
шеңбердин ичинен чыгарып жүрген жок. Міне енді кыргындын көкесі болот. Ай ширкин ай. Көрдүңүздөр ғой. 6-нөмірдегі Кулажан Тогойбаев қалай жылып кетті. Кулажанның астындағы атының бас бермей қалғанын қараңызшы, әйтпесе әдемі шабуыл жасауға болатын. Кулажан Тогойбаевтың бағын ашқан атты осы Лазер қадірлі телекөрермен. Өзі Лазердің бағын осы Нұрдәулет Момынов пен Жұлдызхан Тайырбеков ашып берген еді кезінде. Кейін ол қаншама жігіттердің атын шығарды. Осы Әбуғали Әбжаппаровтың да, Кулажан Тогойбаевтың да, жаңағы Құрманбек Тұрғанбектің де аттарының шығуына, елдің алдында абыройлы болуына бірден бір себепкер болған осы Лазер қадірлі ағайын. Нұрдәулет Момынов, Манарбек Дүйсенбиев сияқты палуандар араласқан екен. Нарының сатынан Рауан Жарменов, міне даңқты палуан, Серкені тақымға басуға даяр тұр. Ағасы Мейіржан Жарменов те Серкеге қол салып тақымға басқаны сол еді. Ойын алаңның сыртына шығарып алды. Ракетасы мен Нұрдәулет Момыновтың өзі кеп тастады. Міне көкпардағы ұлық болсаң кішік бол деген осы. Жерге түсіп қалған Серкені ортаға кеп берді. Бағлан Шырымбаевтың тақымында Серке. Әй шіркін ай, Жұлдызхан Тайырбеков сол тақымына басты. Жұлдызхан Тайырбековтың сол тақымына түскен Серке ол шықпайды. Жұлдызхан салым салар ма екен? Өз Жұлдызханның жылдам шабуыл ұйымдастырғанын бүгінге дейін көргендер аз шығар. Өзі асықпай барады, тақымына басып ал, осылай қырғынның арасында салатын палуан ғой өзі. Жаппайда да жұлдыздың жүрген жері осы. Міне қазір Серкені шығарып жіберсе болды. Ай, әттеген ай. Қалай болар екен? Жоқ, Бақытжан Төлеген бұл салым санамады. Жұлдызхан Тайырбеков үшін санауға болады, бірақ ереженің аты ереже, ойынның аты ойын. Нәби Ақсақалдың қосылы Серкені екі рет осымен ортаға кеп тастады. Әуелі Нұрдәулет Момынов, одан кейін Атамекен Рүстем. Серке қайтадан ойын алаңның сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Жекпе-жекке бұл жолы кім шығар екен? Серкені әкеп тастаған Ешжан Құрманбай дейтін. Осы жастар мен жасөспірімдер арасында жарқырап шыққан Жамбылдың жігіті болса. Міне, Ешжан Құрманбайдың өзі шыққан екен. Жекпе-жекке қараңыздар, қандай жылдам палуан. Әй шіркін ай. Ешжан Құрманбайдың қолына сәл ғана ілінбей қалды Серке. Әйтпесе Толысбек Мейірбекке тегеурінді қарсылық көрсетуші. Серке тағы да ойын алаңының сыртына шығып кетуге қауіп бар. Әлде тартыс. Десекте 3-0 есебімен Әулиеата көкпар командасы алда келе жатыр. Бағлан Шырымбаевтың тақымына ауысыпты Серке. Бағлан Шырымбаев. Бүгін өз Бағланның көкпары болайын деп тұрған сияқты. Қазанбастың күшін көрдіңіздер ме ағайын? Қарсыласының атын теріп барып мәреге жақындады. Ай, әдемі шығып кетті ғой қалың додадан бұл салым. Бағлан Шырымбаев. Өте тамаша. Көрдіңіздер ғой қадірлі ағайын, қалай доданың арасынан шығып кетті. Бағлан Шырымбаевтың тақымында тұрған Серкеге атыраулықтар жармаспады да бұл жолы. Қанша жармассақ та жылы болмаймыз деген дейсің айтанытқандай болды. Жеке дара шығып кетті. Қалың доданың арасын қақ жарып шығу деген осы шығар.
Есеп 4-0. Сол 4 салымның 3-ін Бағлан Шырымбаев салды. Біреуі Нұрдәулет Момыновқа тиесілі. Бағлан мұнымен тоқтамайтынды шығар деген үміт бар. Бәсекенің бірінші кезеңінің аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Сондықтан Атыраудың жігіттеріне асығу керек қазір. Міне, Серкені жерден көтерген сол ет Нұрболат Бөлегеннің. Бірақ Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Тиісінше төрешінің де бірінші кезеңді аяқтаған сықырды естірілді. Есеп 4-0, Әулиеата алда. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік. Атыраудың Нарыны мен Жамбылдың Әулиеатасы Қазақстан Республикасының ересектер арасындағы 17-ші чемпионатының аясында бақталастырып жатыр. Әзірге 4 салым айырбасымен Жамбыл жігіттері алда келеді. Серке тағы да ойын алаңның сыртына шығып кетті. Өсі қос команданың терезелері теңескен тұста осындай ортада жекпе-жектер көбейе береді. Өйткені бір-бірінің әлгі тактикасын жаттайды, қай жақтан қай шабандоздың келіп қалатынын біліп алады деген секілді. Болысбек Мейірбек пен Әбуғали Әбжаппаров тағы шыққан екен. Болысбек Мейірбек бұл жола астындағы қасқа торысымен Серкені өз тақымына басып алды. Бұл жерде 11-ші нөмірдегі атыраулық Жасұлан Айтбайды ойыннан 2 минутқа шеттетуге болатын еді. Өйткені жекпе-жек аяқталмай тұрып шеңбердің ішіне кіріп кетті. Болысбек Мейірбек, қараңыздар қалай келді, ят деген ай. Міне қорғаушы дейтін осылай болу керек. Ералы Тойчиев Серкенің тура үстіне келді. Жасұлан Айтбай қазір күрең қасқаға мінген палуан Серкені тақымдап мәреге келді. Жеке дара, бұл салым болуға тиісті. Иә, салым. 11-ші нөмірдегі қадірлі ағай Жасұлан Айтбай Сарғасқа деп атаған екен тұлпарын. Күрең қасқа десе де жарасады. Осылайша есеп айырмасын бір салымға болсын қысқартты Атыраудың жігіттері. Ақжайықтың жағасынан келген ағайындар алғашқы салымдарына қол жеткізді. Алғашқы әрі соңғы болмасын дейтін тілек бар біздің. Бағлан Шырымбаев қайта басты Серкенің тақымына. Бағлан Шырымбаев, Қазанбас екеуі шабуылға шықты. Атыраулықтардың арасында жалғыз өзі келеді. Жамбылдың жігіттері де өзі оқшауланып артында жүріп отырады, байқасаңыздар шабуылшының. Өйткені жолын тазалау керек. Мінекей Бағлан Шырымбаев кезекті салымына қол жеткізді. Ойынның 24-ші минуты болса керекті. Бағлан Шырымбаев Қазанбаспен тағы бір салымға салды.
осымен жамбылдықтардың қатарынан салынған салымның бұл 5-шісі қадірлі ағайын, және соның 4-еуін Бағлан Шырымбаев салып отыр. Не деген шеберлік десеңіз. Ең үздік дарабоз ойыншы деп осы Бағланды айтуға бүгін негіз бар. Оның үстіне тек қана сәтті пайдаланып, әйтеуір сол мәренің жиегінде жатқан Серкені көтеріп тастап жатқан жоқ, өз еңбегімен апарып жатыр Серкені. Атыраудың жігіттері мінген аттардың басы қайым емес секілді. Оның үстіне мынау көкпар алаңына үйретілмеген сыңайлы қалай өзі. Өйткені шапқан бойы бас бермей тізгін сұрап ойын алаңның сыртына шығып кетіп жатыр. Не ортада жекпе-жек сайысы болады. Құрманбек Тұрғанбек шықты. Жоқ, Құрманбек емес. Болысбек Мейірбек пен Әбуғали Әбжаппаров қайта шығыпты. Болысбек Мейірбектің бұл жолдан бері үстем болған сыңайлы Серкені көтеріп алғанымен Әбуғали Әбжаппаров Болысбектің тақымындағы Серкені жұлып алу екіталай. Есесіне Ерлан Жұмасаев араласқан секілді ойынға. Серкеге жете алмай жатыр Ерлан. Атты ары қамшылап, бері қамшылап, қамшыны тіске қайта тістеп міне. Серкеге жете алмай жатқан жайы бар. Шіркін ай Әбуғалидің орнында болсам ғой деп армандап тұрған шығар өзде. Ерлан Жұмасаев өте сауатты қорғаушы. Жасұлан Айтбайлар қаумалап апарып Серкені көтерген 8-ші нөмірдегі Елдос Асылды ойын алаңының сыртына шығарып жіберді. Ишан Құрманбай Серкені тақымға басқан және жеке дара шауып кетті. Енді қамшыны басу керек. Тоқтамай Ишан. Қараңыздар, мәреге қалай жақындады, бұл салым болар мекен? Жоқ. Айналып өтті Ишан Құрманбай да. Біледі қалай шабуыл жасау керек екен. Міне тағы да айналып өткен сәті және бұл салым. Ишан Құрманбай, қадірлі телегөрермен, өте тамаша ой көрсетті. 1993 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Астындағы атын Көгершін деп атаған екен. Көгершін десе Көгершін екен өзі де. Қалың доданың арасын бөліп қалай өтіп кетті, көрдіңіздер ғой. Міне шабуылшы дейтін осылай қызмет атқару керек. Ишан Құрманбай, Нұрдәулет Момынов, Бағлан Шырымбаев. Міне бүгінгі салым салған палуандардың аттары Жамбыл облысының сапынан. Қазір Құрманбек Тұрғанбек Серкені алып шығып кеткен екен. Әй, әттеген ай, құрмаш жастық қылған сияқты. Әлде салым ба? Жоқ, салым саналмайды. Салым саналған жоқ. Төрешінің еркінде, өйткені Серкенің сирағының бір ұшығына мәре сызығының жиегіне тиіп жатты. Мұндай сәтте салымның саналмаған заңдылық. Өйткені ереже осындай. Оған қарсылық көрсетіп жатқан жамбылдықтарды көз көріп тұрған жоқ. Болмаса мына салым саналмау керек деп дау шығарып жатқан Атыраудың жігіттерін көз шалып тұрған жоқ. Себебі ережені білет барлық жігіттер, соған мойын ұсынады. Міне, атыраулықтар тағы да Серкені жерден көтерген. Әй, әттеген ай. Нұрболат Бөлеген қателікке бой алдырып қойды. Ерал Тойчиев, Нұрболат Бөлеген екеуі айналып Серкенің қасында жүр. Әлде болса жерден көтерілген жоқ. Осы таразының жігіттері көтеріп көтермекен қалай болар екен? Жоқ, төрешінің ыстырығы естілді. Яғни 1 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмеді. Енді ортада
жекпе-жек сайысы болады. Жекпе-жек басталды. Ишан Құрманбай үлгере алмай қалды. Бірақ өз қателігінің орнын толтырды. Серкені алған бойы ойын алаңын сыртына шығарып жіберді. Болысбек Мейірбек пен Ишан Құрманбай қайта шықты. Ишан еңкейіп Серкені жерден көтерген. Ишан тізгінді көрдіңіздер ғой, қолтығына қысып алып тізгінді. Қалай атты тартып келе жатқан. Соның өзінде де қақпайлап жүріп, атыраулықтар ойын алаңын сыртына шығарып жіберді. Ортада кезек жекпе-жек. Алмат Жүнісов пен Ишан Құрманбай қайта шығыпты. Ишан Болысбек Мейірбектен мерейін үстем еткен. Алмат Жүнісовтен артықтау болар ма екен? Жоқ. Ишан Серкеге жете алмады. Алмат Жүнісов қазір Серкені жұлып алған. Алмат Жүнісов осы Атыраудың сапындағы ең мықты ойыншыларының бірі. Ерал Тойчиевке ауысты Серке. Ералның тақымында. Ералы өзінің ерекенін көрсету керек еді, бірақ Ишан Құрманбай мен Атамекен Рүстем қақпайлап отырып ойын алаңын сыртына шығарып жіберді. Айтпақшы, Атамекен Рүстемовтің астындағы Нұртөбел дейтін осы атақты лазердің баласы қорғаныста өте тамаша өнер көрсетеді. Оның қорғаныста өнер көрсетуі заңдылық, өйткені лазер жалпы қырғыз жерінде осы қорғаныста өнер көрсетіп бастаған. Құрманбек Тұрғанбек Серкені ала алған жоқ. Тиісінше Атыраудың жігіттері Серкені жерден көтерген. Міне атта бір құлап барып қайта тұрды. Жасұлан Айтбай. Жасұлан Айтбай жүріп өте мықты палуан өзі. Міне Жасұланның шабуылы алғашқы есепті осы Жасұлан ашқан. Нарын үшін тағы бір салымға қол жеткізуге мүмкіндік бар. Әттеген ай, Серке мәренің жиегінде жатыр. Әттеген ай. Аттың өзінің атының тұяғы кедергісін келтірді. Ортада жекпе-жек сайысы. Яғни жалпы командалық тартыс, кешіріңіздер. Мұндайда Серке мәре сызығының жиегіне тиіп қап, салым салмалмаған тұста ортадағы шеңберде бүкіл жігіттер бірдей ат салысады. Құрманбек Тұрғанбек жұлып алды Серкені. Құрманбек Тұрғанбектің ойын алаңының сыртына көп шығып кетіп жатқаны әрине көңіл көншітпейді. Бұрын аюмен өнер көрсеткен кезде атта Құрманбек те бір-бірін өте жақсы түсінетін. Аю дейтін ат қой қадірлі желе көрген. Жасұлан Айтбай қазір Серкені тақымға басып алуда. Тағы да бір еңкейіп еді, бұл жолда сәтсіз аяқталды. Тағы да Жасұлан Айтбай Серкенің маңында жүр торуылдап. Жылысқан Тайырбектің өзі келіп, шіркін-ай, еңсесі тік. Қандай палуан десеңші. Ерал Тойчиев Серкен жерден көтергенмен ойын алаңның сыртына шығарып жіберуге тырысып жатыр Жамбылдың жігіттері. Құрманбек Тұрғанбек атын ауыстырып шыққан екен, бірақ төрешінің қызыл жалауы көтерілгеніне күмән жоқ, өйткені Бақытжан Төлегеннің ысқырығы естілді. Енді ортада жекпе-жек сайысы орын алады қайтадан. Серік Қарагөзиев пен Әбуғали Әбжаппаровтың арасындағы жекпе-жек. Әбуғали басқа атпен шыққан екен. Бұл жолы лазер емес. Міне Әбуғали Әбжаппаров Серкен жерден көтеріп тақымына басты.
Абугалидин такымындагы серкени Жылысхан Тайырбеков алууга ыңгай жасаптыр. Азыр экөө бир серкеге жармасып кайда бара жатырбыз? Міне тастау керек энди. Жок. Атыраулуктардын коргонустагы каркыны күчтүү. Абугали Абжаппар кош жылбырт тастай сап кирискен эт, бирок жаңа Жылысхан сураган кезде Жылысханга бери салуу керек бет. Міне Жылысхан ачты го энди Абугали Абжаппаров. Ай ширкин ай. Жылдамдык жетиспей калды. Ойланып үлгермеген секилди ғой. Азыр Жылысхан тагы бир рет ашып берүүгө тырысып жатыр. Атыраудың жигиттерде коргонуста кандай тамаша өнөр көрсөтөт караңыздар. Эч кандай кателикке бой алдырмайт. Иә, төрешнин ыскырыгы эстилди. Осылайша ойын да аякталды. Наби Аксакалдын косулуу менен сиздердин көз алдарыңызда Нурдолот Момунов, Адамекен Рүстемов. Бәсеке аякталды ардактагай. 6-1 эсебинен Әулиета Көкпар командасы нарынан басым түстү. Баглан Шырымбаев, Нурдолот Момунов, Ешжан Курманбай сыяктуу жигиттер эрекче көзгө түстү. Жасулан Айтбай нарынын сапынан тамаша салымга ээ болгон. Ал келесі ойында Ақтөбе мен Алматы бақсын айт бір-біріне қарсы, сондықтан тартысты ойынның көрермені болады деген үмітіміз бар өздеріңізде. Келесі өздеріңізден қайта қауышқанша аман сау болыңыздар ағайын.